Томас Бассидің өлілер орындығы. Томас Басси 17 ғасырда Англияның солтүстігінде Йоркширінде өмір сүрген кісі өлтіруші. Ол Элизабет есімді әйелге үйленеді. Элизабеттің әкесі Дэниел Аути Бассидің әріптесі, әрі екеуі жалған ақша жасап күн көріп жүреді. Алайда күндердің бір күнінде әкесі екеуінің арасында жанжал болады. Бассиге Элизабеттен сенен алып кетемін деп Аути қорқытады. Бірақ ол Элизабеттен алып кететін емес, әкесінің өзінің сүйікті орындығына отырғаны қанжылтады. Сондықтан да сол күні түнде Басси Аутиді барып балғамен өлтіреді. Сол түні ол өлім жазасына кесіледі. Аңыз бойынша ол соңғы сөзінде Басси кімде-кім менің орындығыма отырса, ол өлім жазасына кесіледі деген. 1894 жылы оның орындығының қасында жұмысшының өлігі табылады. Кей деректерге сүйенсек, ол дәл сол орындыққа отырғаннан кейін белгісіз бір өлімнен қайтыс болады дейді. Екінші дүниежүзілік соғысы кезінде ұшқыштар бәсекелестік ретінде кімде-кім осы орындыққа отырады деп барлығы отырып шығады. Алайда соғыс кезінде 4-еуі де мерт болған. 1968 жылы Томми Эйрштейн есімді адам екі ұшқыштың кім осы орындыққа отырады деп тағы да тайталасып отырғандарын көрген. Алайда екі ұшқышта осы қарғысқа сенбей орындыққа отырғаннан кейін жол апатында қаза табады. Қазіргі таңда ол Тиркс қаласындағы мұражайда орналастырылған, және ол орындыққа ешкім отырмасын деп орындықты қабырғаға іліп қойған.